Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең оңай дайындалатын әрі тез дайын болатын брауни пирогын дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен сұйық майымызды ыдысымызға құямыз. Оның үстіне қантымызды қосамыз. Бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құямыз және какаомызды салып, жақсылап бір келкі болғанша миксерлейміз. Дайын болған сұйықтығымыздың жартысын кішкене бөлігін бөліп аламыз. Қалған қамырымызға жұмыртқамызды, ұн, қопсытқыш, ванилин салып, жақсылап миксерлейміз. Формамыздың ішін майлап, қамырымызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіреміз. Піскен пирогымызды видеодағыдай етіп тесіп шығамыз. Және пирогымыздың үстіне бөліп алған сиропымызды құйып шығамыз. Пирогымызды тағы 5 минутқа пешке саламыз. Біздің брауни пирогымыз дайын болды. Әсемдеу өз қалауларыңызша.